1918 жылдың күзінде Омбы қаласына келіп, арып-ашып азын-аулақ қаражатын вокзалда ұрлатып, мүсәпір күйге түскен жүдеу, шоқпыт киінген қазақ баласы Сәбитке жұмыс тауып беріп, қасына алып қамқорлық жасаған Мағжан Жұмабаев еді. Мұғалімдер курсында педагогика, тарих, қазақ әдебиеті мен тілі, дін пәндерінен сабақ берген Мағжан мен Сәбит бір пәтерде тұрды. Аталған пәндерден қазақша конспект жазғанда Сәбит Мағжанның хатшысы сияқты болып алды. Кешкі уақыттарда Сәбитті өз бөлмесіне шақыртып алады да, орысша кітаптардағы тексті оған қазақша диктовать етеді. Мағжан шамасы бір елден Қызылжар өңірінен болғаннан кейін жас жігіттің білім алуына, орыс тіліне тілі жаттығуына, жазуға қолының жаттығуына көмектесу ниетінде болғаны анық еді. Бірақ жағдай басқаша өзгерді. Сәбит Мұқанов арада бірнеше жыл өткенде, дәлірек айтсақ 1922 жылдың 22 ақпанында Еңбекші қазақ газетінде өзінің баспасөзде бірінші жариялаған түсімде атты фельетонында Жұмабаевтың байшылдық сырын символикалық түрде әшкерелеуге арнайды. Осы жылдар Мағжан өз басына төніп келе жатқан қара бұлтты сезген болу керек. Сонымен бірге Сәбит Мұқанов секілді қатар жүрген және өздерінен кейін оқып қоғамдық өмірге араласа бастаған тапшыл жастарға сенімі жоғалып, олардан түңіле бастады ма дегендей ой келеді. 1922 жылы қазаннан басылып шыққан кітабы ішіне енген жолдасқа деген өлеңі де көп нәрсені аңғартқандай. Ей жолдас жас жігіт, қиқу салған лепірген, кетті ме әлде жын соғып, аузың мұнша көпірген, құдықтан ішіп жас жігіт, оған сірә түкірме, кетер сені сел соғып, басыл жаным көпірме. Деген жолдарды оқи отырып, өзі қанатына алып қамқорлық жасаған жандардың өзіне қарсы шығып, орынсыз тиісуі мен сынауына наразы болып, су ішкен құдығына түкірме, жақсылыққа жамандық жасама, басыл тоқтамға кел дегендей ойын аңғарамыз. Тағы да Мұқановтың естелігіне орын берсек, мына жолдарды оқимыз. Бізге халық алдында Мағжанның және өзге алашордашылардың халыққа жау екендігін әшкерелеуге тура келді. Осы мақсатпен біз 1924 жылдың басында Орынборда Мағжанға әдеби сот жасадық. Сәбит Мұқановтың жазуынша, сотта Мағжанға қорғаушы есебінде тағайындалған рабфак оқушысы Жәкен Сәрсенбинді залда отырғанда айғайлап сөйлетпей қояды. Ал Мағжанды айыптаушы міндетін Сәбит Мұқанов атқарды да, оның ұсынысы бойынша сот мынадай қаулы қабылдады. Бірінші, Жұмабаев қазақ халқының, сонымен қатар қазақ халқына қамқор болып отырған Совет үкіметінің қас жауы деп танылсын. Екінші, оның барлық шығармаларын оқылудан алыну өкіметтен сұралсын. Үшінші, бұдан былай советтік баспасөз бетінен Жұмабаевтың шығармаларына орын берілмесін. Міне кеше ғана қиналып келіп, Мағжаннан пана тауып, оның қамқорлығын көрген Мұқанов осылай Мағжанды айыптады. Сәбит неге Мағжанның соңына түсті? 1919 жылғы соғыс кезінде жетім бала Сәбитті Мағжанның атасы Жұмабай қажыға жібереді. Жұмабай қажының жылқысында Көкдауыл деген сетер аты болады. Бірде Сәбит шанаға сол Көкдауылды жегіп, байдың балаларын қыдыртып жүреді. Сонда Көкдауылдың аяғы інге кіріп, мертігеді. Жұмабай Сәбитті бешікпен сабап, уәде еткен киімін де бермей, қуып жіберген көрінеді. Сәбит Мұқанов өмір мектебінде атты шығармасында Бекен деген оңбаған, уәде берген киімін бермеді деп айтады. Ал себебін қозғамайды. Сол күннен бастап Сәбит Жұмабаев әулетіне өшіккен, соңына түскен деседі. 1988 жылы Мағжан ақталды. Арыстар жарыққа шығып зерттей басталды. Бірақ негізі ол 1960 жылы ақталуы керек болған. Мағжан туралы кітап жазған журналист Бақытқамал Қанарбаева сөзіне сенсек, Әбділда Тәжбаев кедергі болған. Сол бас болып 8 адам қол қойып Мағжанды КГБ-ға берген. КГБ-ның ақтауға бола ма деген сауалына, жоқ, ақтауға болмайды. Мұның өлеңдері тұнып тұрған бәле саясат. Өзі эротиканы күшті жазады. Оның үстіне әлделе өлім, әлделе деп өлімді насихаттайды деген желеулермен қайта жаптырып тастаған. Қазақстанның орталық атқару комитеті басшысы болған Елтай Ерназаров сауаты төмен, қазақтың рухани құндылықтары мен байлығы, тарихы түгіл өзі өскен ауылының арғы бергісін жетік білмейтін қара дүрсіндеу адам болған деседі. Қазақтың басына туған ұлы нәубеттің бірі болған ашаршылықтың басты ұйымдастырушыларының бірі Голощекиннің әрекетіне септігін тигізген. Онымен қоса алаш идеологиясына қарсы болған. Голощекиннің шығарған заңдары коллективтендіру, колхоздандыру деген сылтаумен қазақтың қолында болған 40 миллионнан аса малды тартып алған. Қазақтар бозып кетіп, күн көре алмай, шетелге, Қытайға, арғы Турция, Иранға, Өзбекстан, Ауғанстанға қашқан. Ашаршылық жылдары қырылып, қырылмағаны айдалып 4 миллион ғана қалған.
Совет өкіметі орнаған кезде Шәкәрім Құдайбердіұлы қазақ даласында үлкен беделге ие болған. Халық одан кеңес сұрап ақылдасқан. Бұндай Шәкәрім жаңадан құрылып жатқан Совет режиміне ұнамады. Олар Шәкәрімнен Совет одағына қауіп көрді. 1931 жылдың маусымында ОГПУ бастығы лауазымына Абзал Қарасартов тағайындалды. Абзал Қарасартов Совет өкіметіне адал еді. Қоқан лоқы мен қысымның көмегімен Шәкәрімді Совет одағын насихаттаушыға айналдыруға тырысты. Бірақ Шәкәрім келіспеді. Кейін Қарасартов Шәкәрімді атып өлтіріп, денесін құдыққа лақтырып жіберді. Шәкәрімнің денесі тек 30 жылдан кейін ғана шығарылды. Революционер қазақ өлкесінің тұңғыш төтенше комиссары Әліби Жангелдинге қатысты түрлі аңыз әңгімелер жиі айтылады. Ол жер шарын аралап шыққан тұңғыш қазақ саяхатшысы, әрі 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісті ұйымдастырушылардың бірі ретінде де тарихта қалған. Марат Мырзағалиұлының 2005 жылғы Алматыда Атамұра баспасынан жарық көрген 1916-1917 жылдардағы торғай қазақтарының көтерілісі атты 168 беттік еңбек зерттеуде Қазақстанда ең алғашқы қызыл террорды бастағанда Әліби Жангелдин болатын. 1919 жылы қарашаның 20-сында Қостанай қаласының Қызыл әскер тобы мен Торғай қаласын алаштықтардан босатпақшы болып шықты. Батпақ қараға соғып, Әбдіғапарды сотсыз атып кетті. Мұсылманша мәйітін жерлемеді де, Зәуре қопасының даласында қалдырды, деп жазады. Мұстафа Шоқайұлының Батыр большевик Амангелді хақындағы ақиқат атты 1936 жылы Жас Түркістан журналына жарияланған мақаласында былай деп жазады. Ақырында Алаш ордашылмын деген жалған бүркеншік атты жамылып сатқын Шоқынды Степанов Әліби Жангелдин Торғай даласына жетті. Өз басы қазақ даласына аттап баса алмас еді. Оның жанында орыс қызыл гвардиясы жүрді. Көп өтпей Степанов Жангелдин төреден шыққан Әлихан Бөкейханов, арғыннан шыққан Ахмет Міржақыптарға Қыпшақ Амангелдіні айдап салды. Степанов Жангелдин мен Амангелді маңайына орыс қызыл гвардиясы мен орыс мұжықтарын топтап, қиян кескі соғыс ашты. Большевик сөзін Қыпшақ деп түсінген қараңғы Амангелді Алаш ордашыларымен болған бір шайқаста қаза тапты, деп жазады.